Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен қазақ тіліндегі баламасы жоқ сөздермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ тіліндегі баламасы жоқ сөздер. Интернет. Ағылшынның интернет сөзінен шыққан. Бүгінде ғаламтор деп аударылып жүр. Алайда көп адамға бұл сөз қолдануға ыңғайсыздық келтіретін тәрізді. Реалды ағылшынның really сөздерінен шыққан. Қазақ тілінде шынайы деген баламасы бар. Алайда реалды сөзінің түп нұсқасы болып есептеледі. PR Public Relation қоғаммен байланысты дегенді білдіреді. Қазақша баламасы жоқ. Бренд бұл да ежелгі грек сөзінен шыққан. От жандыру деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тілінде тұтынушының санасына өнім немесе қызмет туралы түсінік, пікір, бірлестік, эмоция, құндылық сипаттамаларының жиынтығы деп түсіндіріледі. Стартап ағылшынның стартап сөзінен шыққан. Бастаушы дегенді білдіреді. Потенциал белсенді дамуға бейімі бар екенін білдіретін қабілетті көрсетеді. Эмоция эмоционалдық латын тілінен шыққан. Толғандырамын, таңғалдырамын сөздерінен шыққан. Негативті жағымсыз сөзінен туындаған. Базалық ағылшынның basis қарапайым, негізгі, жеңіл мағынасын білдіретін сөз. Сөздің шығу тарихы тегі компьютерлік кодтармен тығыз байланысты. Позитивті латынның positivus сөзінен шыққан, жағымды, дұрыс деген мағынаны береді. Актуалды қазақша өзекті деген баламасы бар. Бұл сөз шын мәнінде интернационалды болғандықтан, оны қаз-қалпында қолдана беруге болады. Латынның actualis, яғни тірі, істеп тұрған, жүріп тұрған деген мағынаға сәйкес келеді. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлық қызықтар менің каналымда.